Бүгін 21 мамыр біздің кәсіби мерекеміз, яғни мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Осы салтанатты кеште мәдениет демалыс мекемелерінің қызметкерлерін, мұражайлар мен кітапхана қызметкерлерін, өнер мектептерінің басшылары мен педагогтарын, халықтық шығармашылық ұжым басшыларын, әуесқой бірлестіктер мен көркемөнерпаздарды мәдениет және спорт қызметкерлері күнімен құттықтаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня, 21 мая, наш профессиональный праздник. Мы отмечаем наш профессиональный праздник, День работников культуры и искусства. И в этот торжественный час поздравляем всех работников культурно-досуговых учреждений, музеев и библиотек, руководителей педагогов детских школ искусств, руководителей народных творческих коллективов, участников любительских объединений, художественной самодеятельности. Изначально этот праздник был установлен в 1998 году и отмечался в последнее воскресенье сентября. Но в 2013 году поправками и дополнениями к указу президента дата праздника была перенесена на 21 мая. Учреждение праздника культуры и искусства было нацелено на то, чтобы подчеркнуть важную роль, которую играют представители этой сферы формирования, развития и хранения культурно-исторических. Коллеги, добрый день! Меня слышно хорошо? Добрый день. Слышно. Микрофоны выключили, замечательно. Так, время у нас, как всегда, ограниченное. Уважаемые коллеги, рад вас всех видеть. Хотел вот сегодня именно в день праздника нашего профессионального собрать всех и поздравить. Я думаю, что этого нам удалось. Сейчас у нас сидят вот 47 человек. Это наш коллектив практически полностью, а также наши коллеги с регионов, директора библиотек, также специалисты библиотек. Құрметті әріптестер, шарамызды бастай берейік. Бүгінгі басымыздың қосылып отырған себебі біздің кәсіби мерекеміз. Сондықтан, құрметті әріптестер, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мәдениет және өнер қызметкерлер күнімен құттықтаймын. Бұл мерекеде еліміздің рухани дамуын дәріптеуге зор үлес қосып жүрген жандарды біріктірген шығармашылық адамдарына деген айрықша құрметтің белгісі деп білемін. Сіздерге шығармашылық шабыт, жұмыстарыңызға табыс, мол қуаныш, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем работников культуры. Желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновения, осуществления самых ярких идей и задумок. Пусть праздник станет источником хорошего настроения и оптимизма, здоровья и счастья и благополучия, стабильности. Ал енді мына өзіміздің құттықтау сөзімізді мен айтып өттім. Мен енді осы арнайы іс-шараны жүргізетін өзіміздің қызметкерлеріміз бар. Сол кісілерге мен енді жалпы мына жүргізу тәртібінен кішкене былай айтқан кезде ауысып кеттім. Осы жүргізу тәртібі бойынша біздің қызметкерлерге сөз берейік. Жансая, Бақытгүл, сөз сіздерде. Құттықтау сөз кезегі зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана директоры Байзақов Асхат Құсайынұлына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Құрметті әріптестер, мен сіздерді жаңа кәсіби мерекемізбен құттықтап өттім. Осы кәсіби мерекені біздер министрліктен, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызының сіздерге айрықша былай айтқан кезде осы мәдениет саласы күнінде, мәдениет қызметкерлер саласындағы істеп жатқан азаматтарға өзінің құттықтау сөздерін жолдап жатыр, соны жеткізуге рұқсат етіңіздер. Енді осы биылғы жылдың өзі осы 2 ай бойы әрқайсымыз енді удаленно жұмыс жасап жатырмыз. Алшақта әрқайсысы өзінің былай айтқан кезде творчестволық табысын іздеп, былай айтқан творчестволық жұмыстарын осы онлайн режимде көрсете біліп жатырмыз. Әр кітапхананы ерекше атап өтуге болады. Сондықтан да мына енді бүгінгі кәсіби мерекелеріміз тағы да құтты болсын.
осы кәсіби мереке күні сіздердің біраз азаматтарды, біздің әріптестерімізді марапаттар келіп отыр, сол марапаттарды атап өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақстандық кітапханалық одақ төсбелгісімен келесі азаматтар марапатталады. Кітапхана ісінің үздігі төсбелгісі Райымханова Бақытжамал Шайзалдинқызы, Семей қаласының арнайы кітапханасының директоры. Марапатыңыз құтты болсын. Және осындай кітапхана ісінің ардагері төсбелгісімен Қуантаева Ләззат Серікқызы марапатталады. Павлодар облыстық арнайы кітапханасының директорының орынбасары. Кітапхана ісінің үздігі төсбелгісімен Абжанова Бақытжамал Батырхановна марапатталады. Қостанай облыстық кітапханасының кітапханашысы. Кітапханасының ардагері төсбелгісімен Золотарева Елена Леонидовна, Шығыс Қазақстан облыстық арнайы кітапхананың кітапханашысы марапатталады. Және Мәдениет және спорт министрлігінің келесі марапаттарымен мәдениет саласының үздігі төсбелгісі Маханова Захра Ануарқызы марапатталады. Мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен Тілеукенова Салтанат Сайранбекқызы марапатталады. Мәдениет министрлігінің құрмет грамотасымен Рогаткина Татьяна Юрьевна марапатталады. Мәдениет министрлігінің құрмет грамотасымен Рахымжанова Алия Солташқызы марапатталады. Мәдениет министрлігінің құрмет грамотасы Сембаева Сәуле Серікқызы марапатталады. Мәдениет министрлігінің алғыс хатымен Кондратьева Анна Александровна марапатталады. Мәдениет министрлігінің алғыс хатымен Мықтыбаев Алидин Жұмаділұлы марапатталады. Құрметті әріптестер, марапаттарыңыз құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Келешекте жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Жүргізушілерге сөз ары қарай. А сейчас примите, пожалуйста, наши музыкальные номер. Да. Музыкальные поздравления наших. Айдай нұрлы арман, көбетінде қалған, көңілімде қонған, сайралды болған, тілеуімде болған, жүрегімде қалған, сайралды болған, жүрегімде қалған, сайралды болған, сайралды болай, өмір өтер бір күн ай. Өмір өтер бір күн ай.
Перед вами сейчас выступает Владимир Ивановский, который с удовольствием пишет различные стихи, и в данном случае это стихотворение я посвящаю библиотеке. Содружество. Библиотека и книга, слова, в них отражение ума и труда. Каждая строчка, абзац и глава – это мыслителя слов красота. Библиотека, я славлю тебя, ты – наша гордость и радость моя. Ты собираешь тома всех веков, книг, что написаны радугой слов. Книги солдаты на полках стоят, каждая знает и место, и ряд, в каждой хранится палата ума, каждая книга кому-то нужна. Я не поэт, но хотел бы им быть, чтоб, как они, мог стихи вам дарить, чтобы прославить стихи на века тех, чья когда-то писала рука. Пусть будут диски и все интернеты, не заменить им ни книг, ни газеты. Их в тишине мне приятно читать, чтобы, читая, я мог помечтать. Слава писателям, слава поэтам, пишущим прозу, стихи и портреты. Библиотекарь хранит все и любит, и, если надо, любого обслужит. Библиотека и книги в итоге служат народу, как в древности боги. Слава вам, книги, и тем, кто вас пишет. Каждый читатель ваш голос услышит. Вот и сейчас снова книгу беру. Здравствуй, родная, я ей говорю. Время свободное выкроил я. Как там герои наши, друзья?
Ведущие. Құрметті әріптестер, бүгінгі алған марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Осымен бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Жансая бір минут тұра тұр. Мына енді өңірдегі әріптестеріміздің барлығы қосылып отыр. Осы арада біраз директорлардың өздері куәгер болып отыр. Ол кісілердің де былай айтқан кезде енді мәдениет қызметкерлер күніне деген бір-екі ауыз сөздерін естіп кетейік. Жанат Дүкенбаевна, өзіңізден бастайық. Құрметті әріптестер, құрметті біздің басшыларымыз, сіздердің барлықтарыңызға мына келген мерекелеріңізбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Әрқайсыларыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда ұжымдарыңыз биіктен көрінсін. Барлығымыздың жасап отқан жұмысымыз бір болғандықтан, бір-бірімізді қолдап, әрқашанда осындай бірлікте, тірлікте, денсаулықтың арқасында сіздер мен біздер болып, осы мәдениет саласына қызметімізді сіңіре берейік. Мереке құтты болсын. Рахмет. Бақшамал Шайзиддиновна. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп. Бүгінгі мына төл мерекеміз құтты болсын. Я вообще никого не слышу. Мерекеміз құтты болсын. Марапатқа мені осылай жеткізіп жатқан Асхат Құсайынов, сізге көп рахмет. Сіздің арқаңызда действительно біздің осы арнайы кітапхананың деңгейі өсіп жатыр. Бәрімізге тек қана творчестволық табыс тілеймін. Аман есен, жақсылықта кездесе берейік. Онлайн емес, былай бас қосып кездесе берейік. Рахмет сіздерге, бәріңізді құттықтаймын. Кенжегүл Садақовна. Дорогие коллеги, хочется поздравить от души с таким профессиональным праздником. Всем желаю здоровья, успехов, долголетия. Медалистов всех поздравляю. Скажите пару слов. Он тебя видит, что ты сидишь? Камал Кенкина. Онлайн, если стоишь там. Ты сидишь там? Он тебя так или иначе сразу видит. Құрметті әріптестер, поздравляю всех с праздником. Я вас так плохо слышу, если честно. Меня слышно? Слышно. Всех поздравляю. Республиканская библиотека. Я вас благодарю за хорошую поддержку нас. Так что дерзайте. Только вперед, коллеги. Творческих успехов нам, побольше креатива. Всех с праздником. Кәсіби мереке құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, әздеріңізді осы мерекемен құттықтаймыз. Шығыстан дұғай сәлем. Поздравляем всех наших коллег со всех концов нашей огромной республики с таким праздником. Желаю вам творческих успехов. Пускай плоды вашего труда всегда были заметны и видны. Всем здоровья и дальнейшего процветания. Рахмет, әріптестерге үлкен сәлем айтыңыз. Отагүл, сізге сөз. Ты свой, я свой. Құрметті әріптестер, мына бүгінгі төл мерекеміз бәрімізге құтты болсын. Мәдениет пен өнер саласындағы осындай еңбегімізге шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Аман есен бас қосуға Алла тек жазсын біздерді көрісуге. Рахмет. Жадыра. Мерекелеріңізбен. Көкшетау. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Асхат Құсайынұлы, не бүгін марапаттарыңызға көп рахмет. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда тек қана осындай қуанышпен, осындай міне қанша бүгін қандай керемет міне қос белгілер, алғыс хаттар алып жатыр. Бәрі құтты болсын. Көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз бағаланып жатқандарына. Ғалым. Я не вижу усички. Микрофоныңды қос, ғалым, микрофоныңды қос. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі мереке құтты болсын. Сіздерге тілерім денсаулық, бақыт, барлық жақсылықтар тілеймін. Мына алып жатқан төсіп белгілеріңіз құтты болсын.
сіздер соға лайықты жансыздар. Құтты болсын мереке. Рахмет. Рахмет. Айнұр, Қарағанда. Бүгінгі келіп жеткен төл мерекеміз барлықтарыңызға құтты болсын. Ең бастысы қазіргі уақытта елімізге төнген мынау коронавирус сияқты дүние тезірек өтіп, өзіміздің жоспарлы жұмысымызға қайтадан кірісейік, аман болайық. Рахмет, Виктория, Петропавловск. Виктория, звук убери. Микрофон включи, микрофон. Вот так. Здравствуйте, все коллеги. Поздравляю вас с прекрасным праздником. Желаю вам всем здоровья, позитива, креатива. Чтобы, несмотря на такие трудности, которые сейчас есть, все равно вы оставались в приподнятом настроении, работали также и шли вперед. Құрметті әріптестер, өңірдегі басшылар, қалыс қалған адам бар ма? Нарада біреуіңізді көріп, біреуіңізді көрмей тұрмын дегендей. Қосылып айтам дегендеріңіз болса, бір ауыз сөз айтуға болады. Гүлнар Қазғайына сөйледі жаңа. Микрофонды қосыңыз, Гүлнар Қазғайына. Құрметті әріптестер, жаңа сөйлеп кеткен. Енді тағы да айтсам айтайын. Бәрімізге тек қане құт береке берсін, жұмысымыз әрқашанда өркендей берсін. Тек қане біздің кітапханаларымыз бәрі, осы республикадағы бәрі өркендей беріп, тек қане биікте бәріміз көріне берейік. Рахмет сіздерге. Всех поздравляю с наградами. Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. На этом праздник не заканчивается. На следующий год других наших коллег мы будем поощрять и поздравлять также с наградами. Есть у нас государственные праздники. Мы будем представлять на государственные праздники других наших коллег, которые заслужили, которые имеют определенный опыт, стаж работы. И поэтому еще раз те лица, которые сегодня получили нагрудные знаки, грамоты, хаттар алып, похвальные грамоты, это письма получают. Всех еще раз поздравляю. Желаю вам творческих успехов, семейного счастья, благополучия. И как вот наши коллеги сказали, чтобы мы встречались по хорошим поводам. И вот так виртуально, чтобы по хорошим мероприятиям, на больших масштабных мероприятиях. Но в прошлом году, если коллеги помнят, мы практически 4 дня провели в нашей столице Нур-Султане, праздновали, участвовали на конкурсах. И было такое вот масштабное мероприятие. Я думаю, эти мероприятия продолжатся, мы еще встретимся. Айжан, саламатсыз ба, Оралдан. Бастыңыз қайда, бастыңыз? Айжан, Батыс Қазақстан. Қарагөз қайда, Қарагөз? Микрофон. Дұрыс естімей жатқан. Құрметті әріптестер, осымен шарамызды аяқтайық. Жүргізушілерге, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Осы аспанымыз ашық, жеріміз тыныш. Бүгінгі аспандағы көк аспан сияқты әрқайсыңызға, отбасыңызға береке бірлік тілеймін. Аман болайық, денім сау болсын. Осымен аяқтайық. Рахмет. Рахмет.